Дорогие наши телезрители, в этом году наше телевидение отмечает свое 60-летие. Мы поздравляем всех наших телезрителей, которые каждый день включают свои голубые экраны и, начиная с доброго утра, Сангакун начинает с нами вместе жить в кипучей жизни республики. 27-й сезон в этом году открыл телевизионный конкурс «Полярная звезда». К нам приходят дети всех национальностей, со всех уголков нашей многонациональной республики. И их талант развивается благодаря вашим аплодисментам в театрах, вашему интересу через голубой экран. Ведь выросло немало плеяды наших творческих людей, которые являются сейчас примами, главными солистами нашего театра оперы и балета, театра эстрады, театра юного зрителя, русского драматического театра, саха-драматического театра. Наши участники везде приносят радость своим зрителям. Ведь через песни, через стихи, через аланхо, через частушки, через лезгинки мы видим душу каждого народа, которая живет в нашей многонациональной республике. Благодаря нашим художественным руководителям из года в год наши дети нас удивляют, радуют ростом своего творчества. В добрый путь, дорогие маленькие звездочки! Вы являетесь основой многонациональной республики Саха-Якутия, ее оплотом, ее завтрашним днем. Всех участников телевизионного конкурса «Полярная звезда», многонациональную армию художественных руководителей, творческих коллективов, каждого солиста, исполнителя, его родителей. Поздравляем вас с 60-летием нашего якутского телевидения. Пусть наше якутское телевидение будет местом хоровода дружбы. Пусть из года в год, из часа в час в нем поют и танцуют талантливые дети многонациональной республики. Творите, созидайте, любите свою родину и пойте об этом, пишите об этом, говорите об этом. Пусть в каждой семье будет счастье, пусть будет мирное небо на нашей земле. Хоры детской телеакадемии вместе с творческой группой национальной вещательной компании «Саха» покажем самые яркие моменты конкурса.
Күтү күннен мен атым Карина Семенова, кетегенче 12 сылаққа алағар тос колатын бітербетім, чұрапчылығын чапыра нәлегеттен сылжабын оныттын бұ кіра әлдақ біттен баға санабын толыромын тұтатына Қотығылу Еліңе Федеральный университетка бұ журналистігі халатығар үйеріне келбетім. Ақсыз кластан алақ баға ханам боларытын бұ амбастан бұ журналист болар бар қадері біле әрелім ду, күйім ду қадері қоқ болатшы. Оны бұ Қотығыз ұлыс оғы телерадио академията бар болан. Мен бұғылы бұра бағалақ үйрәқпәр керетбәр мен құлыған көмі онына олық бол бұтаден әтеқпін бағарабын. Тан бағам қоту бұл төт сылыстата үйренеммен бүтер бетем. Оны тәңе сақалы тылла журналист болып бағарабын ден сананы салайтарымын. Саха салатыгар, саха литературатыгар үдетимитим. Онна кетегенче 16 лаққа бұманна саха телевидениетігер, анбасты күбін, тахаратшы редактор бұғытнан үліға анамытым. Онытты бұл күн бүгінге дейірі үлелей сылжабын. Бұл бұйылға дейірі мен қолыбыра корреспондентінан, редакторынан, ұтачынан үлелейін кәлім. Үлебін наға сөбілуібін, білеген мен әйге дейін қас бәтінсі ақсын тақсар беріге ұтачынан үлелейбін. Бұл берелербін хансы білуібін. Тікірадақ біттен біле келбіт тақсыбыд, барыны бары білеғін бағар бұд. Оғы болатшым, барды мейхан тірехіне болатшы. Бұл күн бүгінгі дері мейха бардын тірехіне. Олығын бұл оруғына журналист едеті наға сәптақ ден бәлетейбін. Онна баға санаң бол бұд, үлебер, білеген үлелей сылджар бар, олық бол бұд, академия бар, мақтанық бұм бағарабын. Онна бұл телевидение күннен барғытын, бұл юнкордар балайдағаны саха сирені өдінен әлбәқпет, білгенгі дері үксілерін күтті себәс тұтабыд. Онытын әші бары білеген талбыт едебітер үлелей, қамды сылджабыд. Саха телевидениетін күнінен бір иделяқтарбен барғытын тедегістінеге ғадалияқпын бағарабын. Беге өләбет нәхәтші көттім хамы хөбілірімден бірі тоқ бар сақалы әйге, сақалы саңа түмілі бүт сірі бұл беге сақалы телевидение болар болаға де. Олеген нәхәт саналығын наманна үлелербіттен кен тұттауын. Мен Николай Федоров темен тапталла Қотығылы соғыспар опсая үсті әдевдім. Маңнайгыбын ақсыз класқа сылжан барымын бұл журналистика әйгетігер тардыспытым интерехим улаппыта. Онанық жолығамын білген бұл Саха национальный күрдірер ейтінер компанияға саңа күн береге корреспонденті әдевін. Ақсыз класқа маңнайгыбын Қотығылы соғысқа кәлем барымын журналистика әйгетін нағасы біләбітім. Онна бұл идеяға бұл қайысқадан қамсынар әйіппені әдейхан абытым. Онна икістен кәлем барымын жакырджікті журналист болар әйіппен дейхан аммытым. Антон әсі
үстән кәлбетем хотугу солспар онус класска. Бу холбра маннык стендаптар бин, бу кадрга онна хотугу солустен бериге, биге онна оғылар юнкордар, эдер корреспонденттер, әме маннык берилерге подводкалыр этибит, подводка агымыт стендаптыр этибит. Онна наха чуга кемнер тәжигіне. Бу сылай отут түйет улустан наха өлбөк холбра бир сменаға бёнчека оғы болан. Холбра бир сменаға бён саңа доғыттырдан оғын ол доғыттыр бу Килбейер республика бит наха олахан республика биттен бартыттан доғыттырдан омуд билигин дағаны себе аспитин тутасыл жабыт яқтын бағарабын. Антон тұз бейбер бу хотугу солус оғы телерадио академията меха наха олахан бу холбра бейм кехи бұғытнан сайдар бар олахан сөнкен кылаттақ яқтын бағарабын. Холбра мен билигин бейм хотугулу лиңе бидірәдіне университетке саха салатыгар өріне хаджабын. Мен әдер корреспондентіне хиджаммын академияға бұл сақабыт тыла сайдыргар олахан бәйім емеклапын келдерекпен бағарабын ден санаға тейбітім. Онны кынаммын бұл холбра мен хотугу солуска сылжаммын, бәйім қайысқабын боламмын, білеген саха литературтыгар өріне хаджабын. Оннук саха журналистикатын, саха телевидениятыгар сайдыргар мен бәйім санавар әме клапын келдері хаджабын. Саха телевидениятын күннен этейсінек ағырдебін әтердефін бағырабын бірге өлілер жаммар қолыбыра бұл хотугу солус академия выпускниктара бұл Саха национальный көрдірі компанияға әлбәқ балатша әлбәқ біттефін бағырабын. Біргідер бағырым тәсірлақ өліне күрәннәқ жыланы саңа проекттары антына күнді көрәчілер бет әйгіне күрутын әбіхеге Саха национальный көрдірі әйтінері компания бұтын доғыр атасыңыстың. Мен атым Саша Хлопкова ден, 2-ші сулаққа полярный звездаға кербедім. Ол хаққа намны олхан класска өрінер едім. Біраз болар бағалақ етім, біраз кавар арабын әрдеттен әлбәқті бөлімнен бітім. Оларын полярный звездаға керем бұрамын бір хыл хегер талықтақ едебін. Талыр олардан кеспедім, оны журналист боламынтан бүгін әділі, қағалалы хиджабын 2-19 сулаққа кәлбедім. Корреспонденттен сағалабытым, шеф-редакторда абытым, сонынларға антын білген саха кірдірі рейтінері компания, оны бұл Якутияда хүрбет өт қанал сонынларғар директоры Сылбячына ләлебін. Ұпсайынан идені хәпкадалар ден үрдәқ ұстық, ол күнан баран хәпкад айыннаққа үлағар үйеріні көтір үләлер болар өткен. Онан мен бұл бір хылы хегер, ағаяқ кем хегер, бір қонық хегер де қады. Үлімбіт бағарының үрдә хаптаға биттебін. Маннаттан білден тұрар полярный звезда олықаның өләқ. Полярный звезда олық осколата. Полярный звезда оләлі жүбіт оғылар бұтым күтірі білсәбет.
холбробун үлем хүннүнен корреспонденты да хаджан, шеф-редакторды, продюсерды да хаджан полярный гаджибыт. Оголорбун республика арасмын нугар тийдахпына поляр каганда ден. Антан хагалан кепсетен, элбах геройдары даганы, үлебинен даганы билсебин күн бүгүнгө долым. Биһиги хануннарга аңардас полярный звездаттан үйө болуун лихинчабыт. Ведущий да бар, продюсер да бар, онотон мен. Онон биһиги полярный бит кыржык жекерген курдук. Бачаңа дылы бары бәбитингтер билсебит, күз көмө болабыт, өйдөһөбүт, өйөһөбүт, онотон ол кемге өлеләбит оператордары, режиссердары, редактордары кытары өлелибит. Онотон түгөннөн туханан полярный звездага хаджыбыт арас кем оголорун, телевидение кытары хебәстәг жондор бараларын, коллегаларыбын, бу биһиги сахабы телевидениетін тұрабыт күннен ағардалейбін. Үләңатығар мәлже хетихиләқ болым, құру күчігей әрі кәпсән, үшігей сонынлар әрі бар болынлар. Онна әлбәқ, сәргәқ, бәріниләқ көрәтшілер бағырам. Айылға чочи бұ тоғыты болымын, бұ ортодой туғалары келбетім, керәні өріні бәліқтір бағаттан, бұғырамдылары нәе қаны бұд. Қаннада болар бұнылағым, мендін ақтылар бұд нәе қанығым. Қаннада болар бұнылағым, мендін ақтылар бұд нәе қанығым. Қылығым әрі бар сүйрікте құрағы, тойым тойық бар толымын қонуну, үрдік тас қаяны қалыңды ойыру, қаннықта жыл кемер сүрәптен ейемін. Қаннада болар бұнылағым, мендін ақтылар бұд әйе қанығым. Қаннада болар бұнылағым, мендін ақтылар бұд әйе қанығым. Бәліқ демеге ұппыр астапталы, сүрақтен құтылар бұдын ақтылары. Бәліқ демеге кірчігі қоғуян, олыққа кәрәні үдені бағаран. Қаннада болар бұнылағым, мендін ақтылар бұд әйе қанығым. 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 Зовут меня Власий Сергеев, мне 29 лет, являюсь выпускником детской телерадиоакадемии «Полярная звезда». В данный момент я работаю на телеканале «Якутия-24» в качестве продюсера. До этого работал также в качестве выпускающего шефа, корреспондента. Ну и на радио тоже, в общем, опробовал себя, познавал всю кухню этого данного телеканала. Ранее работал на НВК «Саха» в дирекции эфирного вещания, спортивной редакции. Ну и вообще выбрал профессию как раз-таки благодаря детской телерадиоакадемии «Полярная звезда». В академию я ходил с 2006 по 2010 годы и как раз познакомился с профессией. Также была предоставлена замечательная возможность изучить историю и культуру родного края, так и зарубежных стран. Ну, в общем, познакомился с профессией, потом уже после школы поступил в Северо-Восточный федеральный университет, филологический факультет и окончил отделение журналистики. Крайне благодарен детской телерадиоакадемии «Полярная звезда», всем редакторам, всем людям, которые работали в творческом персонале, за то, что предоставляете такую возможность нам выбирать
ознакомливаться с будущей профессией, но вообще учиться жизни, ведь «Полярная звезда» это она выпускает не готовит не только специалистов, журналистов, но и вообще учит быть правильными и хорошими людьми. Ну и пользуясь случаем, хотелось бы поздравить искренне всех работников, всех людей, которые связаны с «Полярной звездой», с нашей любимой «Полярной звездой», с Днем Якутского ТВ. И от всей души хочу пожелать новых интересных материалов, бесконечного запаса творческой мысли, ну и, конечно, послушных и успешных воспитанников.